Біз Семен Симоновичпен алғаш рет 2012 жылы таныстық. Сол жылы мен жұбаймен Мәскеуге ұшып бара жатқан едім. Ұшақта терезе қасында отырып, Борт журналын оқып отырғанымда, бір ерекше ардагер туралы мақаланы байқап қалдым. Меніңше, бүгінде мұндай ардагерлер өте сирек кездеседі. Ол соғыстың алғашқы күнінен соңғы сәтіне дейін қатысып, Мәскеуді қорғауға, Сталинград шайқасына және Берлин-Прага операциясына атсалысқан. Соғыс аяқталғаннан кейін ол кеңестің жаңа реактивті ұшақтарын сынақтан өткізген. Космонавтар отрядына қабылданған. Әрине, бұл жаңалығымды жұбайым салтанатпен бөлістім. Ол маған қарап жымиып, бұл адам дәл жанымызда отыр екен ғой деп қатарымда 2 метрдей жерде отырған адамды нұсқады. Көп ұзамай мен ол кісімен танысып, байланыс мәліметтерін жазып алдым. Осы сәт біздің көп жылдық достығымыздың бастамасы болды. Мен армия полковнигі Калинин Семен Симоновичпін. 1920 жылдың 12 шілдесінде дүниеге келгенмін. Калуж облысы Жизен ауданы Полюдова деревнясында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келдім. Колхозда жұмыс істедім, шабан болдым. 1935 жылы Семенді Мәскеуге жіберді. Онда ол кешкі мектепті тәмамдады. Кейін зауытта дәл механика шебері болып жұмыс істеді. Бір күні ол зауытта ұшқыш-сынаушы Владимир Константинович Кокенакимен танысып қалды. Ол солтүстік полюсты игерудегі ерлігі үшін Кеңес одағының батыр атағына ие болған еді. Олар дос болды. Семен ұшқыш болуды армандады, ал Кокенаки оған жақсы пилот болуын тіледі. Уақыт өте келе бұл өсиет орындалып, арманы жүзеге асты. 1939 жылы маған әскерге шақыру келіп, 214-160 бригадаға 4-ші десант корпусына қызмет етуге бардым. Минск облысында қызмет атқардым. Біз десанттық әскерлер кез келген жағдайда күндіз түні де суға секіруге үйреніп, туған елімізді қорғауға дайын болдық. 1941 жылдың 22 маусымында жексенбі күні Семен досымен өзенге барып демалмақ болды. Таңертең кезекші сарбаз әскери дайындық туралы хабарлады. Ұлы отан соғысы басталды. Десантшылар өз аэродромына келген кезде оны фашист ұшақтары бомбалап үлгерген еді. Бұл нағыз жойқын, варварлық оқ жаудыру еді. Айнала отқа оранған болатын. Цистерналар жарылып жатты, балалар мен командирлердің әйелдері тұрған әскери қалада аяусыз бомбаланған. Біздің ұшақтарымыз ұшқанымен фашистер оларды атып құлатты. Басқару бұйрығымен десантшылар әуежайдың айналасына окоп қазды. Бұл оларды өлімнен құтқарды. Бірақ Семен окопқа секіріп үлгермеді. Жанында бомба жарылып, ол контузияға ұшырады. Контузияға ұшырағанына қарамастан, ол фашист парашютшілерін ауада атып үлгерді. Осыдан кейін үкіметтің шешімі бойынша біз Беларусь ормандары мен батпақтарында қалып, фашист әскерлерінің Мәскеуге басып кіруін тежедік. Біз фашистерге рельсті соғыс жарияладық. Фашистердің техникасы мен жаяу әскерін таситын эшелондарын тоқтатып қоршауға алдық. Маршал Конев Беларусь ормандарының батыс округінің тыл бөлімдері фашистердің 28-ші дивизиясын басқарғанын айтты. Немістер тұрғындарды атып, үйлерді өртеп жіберді. Біз сол жерде шынында да адамдардың жанып кеткенін көрдік. Біз күлін жинап, жерледік және уақытша белгі орнаттық. Барлығы жойылып кетті. Тіпті Жизра қаласы да түгелдей жойылды. Кейін сарбаздарды Беларусь ормандары мен батпақтарына келді. Ол жақта Пуховичи, Смуцк, Бобруйск, Смоленск және Брест қамалдарында қанды шайқастар болды.
Бір күні Бобруйск ауданында барлау тапсырмаларын орындап жүргенде, олардың партизан тобы адасып немістерден 40 метр қашықтықта қалып қойды. Ағаш арасынан олар немістерді анық көрді. Оларды бақылау өте қызықты болды. Таңертең олар таңғы ас ішпейінше ешқандай әрекет жасамайды, ал таңғы астан кейін соғысқа шығады. Неміс гранаталары М24 халық арасында колотушка деп аталған. Өте ұзақ әрекет ететін баяулатқышқа ие болды. Запалы 5 секундтан да ұзақ, кейде одан да көп жанатын. Сондықтан немістер осы гранаталарды лақтырып біздің окоптарға түсіргенде солдаттар оны кері лақтыруға үлгеретін. Ал біздің F1 гранатамыздың кідіргіші 3,2-ден 4,2 секундқа дейін жалғасатын. Бірақ осы гранат артықшылығы шағын бөлшектерге шашырауы. Осындай гранатаның тар орынға түсуі жаудың күшті жоғалуына келді. Сол ең танымал F1 лимонкалары Семен мен достарына қоршаудан шығуға жиі көмектесті. Бірде немістер партизандарды өзеннің жарлы жағасына қысып тастады. Бірақ жауынгерлер кішігірім өту жолын тауып түнде өзеннің басқа жағына өтті. Семен соңғы рет фашистерге үлген соққы беруді шешті. Ол артқа қайтып 5 гранатасының бәрін немістер жаққа лақтырды. Таңертең радио арқылы сол аймақта қарсыластың үлкен шығынға ұшырағаны хабарланды. Барлау кезінде біз немістерге түсіп қалдық. Олардың командирі көрініп тұр, бойы биік, погонында үлкен офицердің белгісі бар. Бізді атып тастауға шешім қабылдады да, бізді сайға алып барды. Барлығын тексерді. Ал мен жас едім, бойымда қысқа, қолымда ТТ тапаны болды. Бірақ немістер мені тексерген жоқ. Қазір ол Парабелованы алып қойғанда, мен оны атып тастаймын деп ойладым. Бірақ ол орысша дұрыс сөйлемейтін. Мен Тельман партиясынанмын, дейді ол. Темір жолдан өтіп кетіңдер, сонда қызыл әскерлер болады, деді. Бізді босатты да бірнеше рет аспанға атты. Кеш бата бастады, қараңғы түсті. Біз тезірек жүгіріп, темір жолдан өттік. Бірақ жерде біздің күзетші тұрған. Ол винтовкасын тастап қаша кетті. Мен ойладым, енді бізді винтовкамен атып тастайды деп. Штаб қайда деп сұрадық. Штабқа келдік. Осыдан кейін бізді Мәскеуге жіберді. 1941 жылғы 4 қазанда Семен Калинин қызмет еткен бөлімше Угра өзенінде Астанадан 205 шақырым жерде қорғаныс салды. Ал 9 қазан түнде олар жаңа позицияға Извер өзеніне өтті. Таңертең фашистер өзеннен өтуге әрекет жасады. Алайда сәтсіздікке ұшырады. Старшина Семен Калинин командалаған әскерлер өз жағалауын қорғап қалды. Осы ерлікке толы шайқастар үшін ол Қызыл жұлдыз орденімен марапатталуға сұнылды. Біз апталап нан көрмедік. Көбінесе немістердің азық-түліктерін тауып алатынбыз. Оларға шапқан соң азық-түліктерін алып жейтінбіз. Бізде шубаларымыз да бар еді, ал олардың киімі жіңішке шинель ғана. Суық болды, аяз қатты еді. Мамаев курганында біз фашист танктермен кездестік. Мен сержант болдым. Ротаның және саяси бөлімшенің орынбасары болдым. Бір шайқаста 6 адамымыз қаза болды, ал Изверде бірнеше танк жойдық. Тарихшылар Сталинград шайқасын ең ауыр әрі ең қанды шайқас деп атайды. Бұл нағыз тозақ оты болды. Мамаев курган үшін шайқас 135 күнге созылды. Курганның баурайлары бомбалар мен миналармен қазылып қалған еді. Мұнда оттың тығыздығы ерекше үлкен болды. 1 шаршы метр жерге 1200-ге дейін оқ пен сынықтар түсті. Осы шайқастар үшін Семен Калинин жауынгерлік ерлігі үшін медальмен және Сталинград қорғаны үшін медальмен марапатталды. Сталинград шайқасы Ұлы Отан соғысының ең маңызды кезеңдерінің бірі болды. Немістерді әуе арқылы жабдықтау әрекеті сәтсіз болды. Сондықтан Рейхтің Сталинградта қоршауда қалған неміс әскерлерінің арасында аштық болып, олар беріле бастады. Аштық пен суық өте ауыр тиді.
Семен Калинин кек алды. Ол Германияға әкетілген екі ағасы мен әке-шешесі үшін кек алуды көздеді. Оның отбасы тұратын Калуга облысындағы Полюдово ауылын немістер жермен жексен етті. Бірақ ата-анасы мен ағалары тірі қалды. Оларға туған жеріне тірі қайту бақыты бұйырды. Барлығы бір отбасыдай бірігіп кетті. Біздегі Кеңес одағының барлық халықтары, тіпті окоптарда барлығымыз бір шылымды бөлісіп шегетінбіз. Әрі оны санаған емеспіз. Барлығы бір тұтас болды, түсінесіз бе? Фронтта қалыптасқан еді. Бірден мені әскери саяси училищеге Асхань қаласына жіберді. Ол оқу орнын мен 3 айда тез бітіріп, қайтадан фронтқа аттандым. Бұл Берлин операциясы болды. Кейін мені Канар қаласындағы 3-ші ВРШПО ұшқыштары училищесіне жіберді. Одан соң мені жауынгерлік мектепке жолдады. Уставскайда мен Як-3 ұшағымен де, өзіміздің Ла-5 ұшағымен де ұштым. Бұл жерде біз Як-7 ұшағын жөндейтінбіз. Сондай-ақ Як-3 және Р-39-63 ұшақтармен де жұмыс істедік. Мен осы ұшақпен топтық әуе шайқастарына қатыстым. Америкалық ұшақ Якта оқып жүрген кезінде бір жағдай болды. Бұл ұшақтардың центровкасы арт жақта орналасқан еді. Соның салдарынан ол жиі аралас штопырға түсіп кететін. Мен бұл ұшақпен көптеген жау ұшақтарын атып түсірдім. Олар жақсы қарумен жабдықталған болатын. Ешкім ол ұшақты штопырдан шығара алмаған, ал мен шығара алдым. Ұшақ зақымданған еді. Кабинада соғылған болатын. Мен инженерлік құрамға көптеген пайдалы жаңалықтар алып келдім. Барлық инженерлер осы ұшақта артқы бөліктегі тепе-теңдікті күшейтетін құрылғылар және басқа да жабдықтар орнататын болды. Тіпті осы ұшақтың өзі немістерден гөрі көбірек ұшқыштың өліміне себеп болды. Сол кезде мен клубтарда ұшақты штопырдан қалай және нақты не істеу керектігін айтып жүрдім. Штопырдан шыққаннан кейін және жарақат алған соң Семен Калинин Баку қаласындағы госпитальге жіберілді. Емделіп шыққаннан кейін ол қайтадан ұшуға рұқсат алды. Оған 1945 жылдың 24 маусымда өткен алғашқы әуе парадына қатысу бақыты бұйырды. Мен жеңістің алғашқы әуе парадына қатыстым. Біздің Ла-5 ұшағында. Жеңіс күні аса салтанатты болды. Біз бәріміз таңданыспен қарадық. Барлығы оқ атып, бір-бірін құшақтап сүйіп жатты. Яғни жеңіс күні бұл біздің бақытымыз, қуанышымыз еді. 1947 жылғы шілдеде Семен Калинин өз еркімен Сахалин аралына кетті. Ол 1954 жылға дейін күрделі ауа райы жағдайында Р-39, МиГ-15, МиГ-17 және МиГ-19 ұшақтарында әуе шекарасын күзетті. Және тағы да Қызыл ту орденімен марапатталған болатын. Мен ұшуды сондай жақсы көретінмін. Бірақ жауынгерлік тапсырманы орындау кезінде ұшағым апатқа ұшырады. Теріс жүктемелер болды. Негізінде ең бастысы қатты жел еді. Ол ұшақты қатты шайқалтты. Содан менің көзім бұлдырап кетті. Көремін, бірақ анық емес, әйтпесе құлап кетер едім. Қонуға бет алғанымда эскадрильяның түскі астан қайтып келе жатқанын көрдім. Енді қонам, соғып кету мүмкін деп ойладым. Сол сәтте бірден екінші шеңберге өттім. 2 айналым жасап қайта жақындадым. Эскадрилья өтіп кетті. Ұшақты басқаруды қолыма алып дұрыс қондым. Алматыда оған достары келген кезде еске түсіріп отыратын. Ол қона бастады. Сонда бір үлкен шалшық бар екен. Қазір бізді лаймен түгел былғап тастады. Өзі құлап бара жатқанда ұшақты түзе бүлгермеген еді. Сонда достары бітті, біздің Сенечка өлді деп ойлаған. Міне осылай. Болды, енді Сенечкадан айырылдық. Бітті, Сенечка тірі қалмады.
Мен ол кезде жас едім, бойымды аласа болатын. Ол бізді лаймен бүркеп жіберді. Бір ғана шалшық бар еді. Қонуға бет алған кезде сол шалшыққа дөп тиді. Ал өзім қонған соң қанға малшынып шықтым. Үстім қан пластикалық әйнектер сынып кеткен. Самолеттің артқы жағы гармошка сияқты иілген. Жедел жәрдем келді. Мұнда менде әлі де жарақат бар. Бірақ есімнен танбадым. Ұзақ уақыт емделдім. Қайта ұшуды қатты қаладым. Ұшуға қайта оралғым келді. Мен өз мақсатыма жеттім. Дәрігерлерді ұшатыма сендірдім, түсінесіз бе? Тағы 3,5 жыл ұштым. Мені космонавт болуға жоспарлап қойған. Мен ол туралы білмедім. Егер білген болсам, әрине дәрігерлердің кеңесіне көнер едім де, ауруға байланысты демобилизацияға келісер едім. Демобилизациядан кейін Семен Симонович басқарушы лауазымдарда жұмыс істеді. Оның есімі Сталинград шайқасының ардагерлері кітабына ендірілді. Ұлы ерліктеріңіздің тарихы мәңгі сақталады. Оның ерліктері туралы кітаптар жазылып, фильмдер түсіріледі. 1965 жылы Семен Симонович өзінің болашақ жары Валентина Григорьевнамен кездесті. Соғыс кезінде ол зауытта слесарь болып жұмыс істеді. Онда Семен Симонович ұшқан ұшақ маркаларының қосалқы бөлшектері шығарылатын. Сол күннен бастап олар 53 жыл ажырамай бірге болды. Бізді таныстырды, театрға бардық. Сол жерден автобуспен қайтып келе жаттық. Мен айталықтай еркек сияқты болдым. Автобус тоқтады. Біз түсіп кеттік. Айналада үлкен шалшық бар еді. Ол сені үйіңе дейін шығарып салайын ба деді. Мен өзім деп осы шалшықтан секіріп өттім де жүре бердім. Ол міне нағыз әйел деді. Осылай таныстық. Қазан айында кездестік. 1965 жылдан бастап біргеміз. Ярко светит солнце после бури. Как дивно светит солнце в час заката. Я знаю, солнце, ты светло, о, дорогая солнышко, ты солнышко мое. 2015 жылы Калининдер отбасы мерейлі отбасы ұлттық конкурсында бірінші орын алды. Бұл конкурс рухани құндылықтарды жаңғыртуға және отбасының мәртебесін көтеруге бағытталған. Сол жылы Семен Симонович құрмет орденімен марапатталды. Семен Симонович пен Валентина Григорьевнаның 4 баласы, 8 немересі және 7 шөбересі бар. Ұлы Отан соғысының қаза болған батырларына мәңгілік құрмет. Жатқан жері жайлы болсын. 2018 жылдың мамыр айының соңында ол осы фильмге соңғы сұхбат берді. Ал бірнеше күннен кейін өмірден озды. Семен Симонович 98 жасқа толуына жарты жарым ай қалғанда қайтыс болды. Ол бұл фильмді ешқашан көре алмайды. Бірақ ол өз өмірінің мәнді өткен жылдары туралы бүкіл әлемге әңгімелеп үлгерді. Как ярко светит солнце после бури, как дивно светит солнце в час заката. Я знаю, солнце, ты светло, о, дорогая солнышко, ты солнышко мое. Тағы да ардагерлеріміз бізден аттанады. Өлмес ұрпағымыз, еліміздің ұлдары мен қыздары естелігімізде, экрандарда мәңгі қалады. Күтпеген жеңістің ұлы жасаушылары, сол көктемнің батырлары. Оларды соңғы сапарға шығарып саламыз. Ащы жылаймыз, көктерде бізбен бірге жылайды. Өте қиын, мүмкін емес тапсырманы орындап. Қиын жолды жүріп өттіңіздер.
соңына дейін прошли вы до төздіңіздер. конца.